Сарыарқаның төрінен шырайлы мекенге келгендеріне қуаныш білдірген ұлттық комиссия орынбасары Ләззат Сүлеймен алдымен аймақтағы әйелдерді бір мақтап алды. Тәуелсіздік алғалы 7 миллионнан астам өмірге келген қазақстандық болса, демографияның өсуіне оңтүстіктік нәзік жандылардың қосқан үлесі басым. Ұлттық дәстүрлеріміз, оның ішінде ұлттық құндылықтарды сақтап отырған бірден бір өңір ретінде әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссия атап өтеміз. Дегенмен ұлттық комиссия төрағасының орынбасары және ұлттық сайлау комиссиясының мүшесі қызметтерін қатар алып жүрген Ләззат Жаңылысқызы жақында ғана өткен сайлаудан саясатқа араласатын күнгейлік арулардың аса белсенділік танытпағанын айтып қынжылды. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша әйелдердің саясатқа қатысу мәселесіндегі кемшін қалу мәселесі. Әрине біз түсінеміз, жергілікті менталитетті түсінеміз. Әйеліміз барлығымызда отбасымыз бар, отбасылық құндылықтарды сақтаудың бірден бір маңызды екенін түсінеміз. Сонымен қатар қазір заман өзгерді, уақыт өзгерді. Кентау қаласы, Отырар, Бәйдібек, Сарыағаш және Қазығұрт аудандарында бірде-бір әйел депутаттық мандаттыққа ниет білдірмеген. Ал Түркістан, Арыс қалаларында әкімдіктің тізгінін ұстанған бұрымдылар жоқтың қасы. Бұл үшін комиссия жұмыс жасайтынын, келесі саяси науқандарда әйелдердің белсенділігін арттыруға күш салатынын айтты. Билікке таласқыш деп сөкпеңіздер деген Ләззат ханым ер азаматтардан кешірім де сұрады. Ер азаматтарымыз отыр ғой, енді сіздер ренжімеңіздер. Қазақта сөз бар ғой, есер екі ұлдан есер бір қызым артық деген. Сондықтан да дайындау және әйелдеріміздің біздің отбасыменен әлеуметтік мәселелерді шешуге қатысуына мүмкіндік жасауға көмек етулеріңізді сұраймыз. Бүгінгі күні елімізде мемлекеттік қызметкерлердің 55%-ын әйелдер құрап отыр. Оның ішінде оңтүстіктің өкілеттік билік органдарында әйелдердің бар жоғы 5,2%-ын құрайды. Саясатта және өзін-өзі басқаруда гендерлік тәсілдің принциптері тақырыбындағы семинарға биік өкше киген ханымдар ғана емес, аудан қалалардан келген мәслихат депутаттары мен әкім орынбасарлары да тыңдаушылардың қатарында болды. Семинар барлық облыстарда өткізілген. Эксперттер қойылған түрлі сауалдарға жауап берді. Ардақ Берден, Қанат Байсов, ТВК.